Ассаламу алейкум, қазақ елі, құрметті маңғыстаулықтар. Баршамызға белгілі, қазір осы қазақ елімізде, қазақ халқымызда осы індетпен, дертпен ауырып жатқан бауырларымыздың саны күнге күн өсуде және шарықтау шегіне жетіп отыр. Барша осы бауырларымыз өзінің ата әжесінен, ата анасынан, жақын бауырларынан айырылып қалып жатыр. Аллах тағала бұл кісілерге өзінің жәннат төрінен орын берсін дейміз. Мыңдаған отандастарымыз қорқынышты індетпен арпалысып, өмірі мен өлім арасында күресіп жатыр. Ағайындар, бұл қатыгез індет шынында да сәбиді де, жасты да, кәріні де аяп жатқан жоқ. Әр қазақ менің жалғызым дейтін ұранға амал жасайтын уақыт келді. Қазіргі таңда ауруханаларымызда тыныс алу аппараты жеткіліксіз болуына орай, сіз де ауырып жатқан адамдарға қол ұшын бере аласыздар. Адам өкпесінің жасанды жолмен демалдыру аппараттарын сатып алып, сіздің көмегіңіз арқылы бір адамның өмірін сақтап, өмірге деген құлшынысын арттырып, үміт сыйлай аласыздар. Сауаптың үлкен кішісі болмайды. Қолдан келгенше көмектеріңізді біздің Зекет корпоративтік қайырымдылық қорының Маңғыстау облысы бойынша өкілі Қобыланов Іздібай Бегенұлының атындағы Каспий Голд картасына немесе осы төмендегі берілген счет нөміріне аудара аласыздар. Осындай қиын кезеңде еліміз бен халқымыз үшін науқастанып жатқан жандардың өмірін сақтап қалуға ат салсайық. Және осы індеттермен ауырып жатқан барша бауырларымызға, барша мұмин мұсылмандарға Аллах тағала шипасын берсін. Құрметті маңғыстаулықтар, барша кәсіпкерлер, барша ағайын, бәріміз осыған жұмыла көтере ат салсайық. Аман болайық. Аллах тағала баршаңызға амандық берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.